Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз екінші экваторлық координаттар жүйесі. Екінші экваторлық координаттар жүйесі дәл біз алдын өтіп кеткен бірінші экваторлық координаттар жүйесіне өте ұқсас болып табылады. Алайда бұл жерде бізде бір ғана координата айырмашылық білдіреді. Ол қандай координата және ол не үшін? Соны өтетін боламыз. Алайда оған дейін біз бірінші күннің еңкеюі, яғни күннің аспан сферасындағы қозғалыс қараймыз. Ол эклиптикалық қозғалыс дейді. Соны кішкене қарастырып өтейік. Ол үшін біз мынандай нәрсені қарастырып өтейік. Делік бізде мынандай күн болсын. Және күнді жер қозғалыс. Біз білеміз, күн жердің төрт түрлі момент болады. Олардың бірі мына бір кездегі, бірі мына бір кездегі, бірі мына бір кездегі және біз білеміз, жер күннің экватор жазықтығына қандай да бір бұрышпен еңкейіп қозғалады. Оны біз былай деп көрсетсек болады. Енді біз қарасақ, күннен шығатын сәуле мына кезде күннің жоғары жағы солтүстік нүкте, солтүстік полюс болатын болса, жоғары жағына күн түсіп, төменгі жағына күн түсіп жатқан жоқ байқап тұрсаңыз. Күн сәулесі. Дәл мына кезде де солай. Асты жағына бұл кезде түсіп, жоғары жағына түсіп жатқан жоқ. Мына кезде қарайтын болсақ, мына бір екі кезде, бұл кезде екі полюсына да бірдей күн түсіп жатқан уақыт. Бұл қандай моменттер болып табылады? Мынау бізде жаз, солтүстік жарты шар үшін, ал оңтүстік жарты шар үшін бұл момент қыс. Мынау бізде күз, мынау бізде қыс болады, және мынау бізде көктем. Шын мәнінде жер күнді осылай қозғалып жатқанын көреді екенбіз. Алайда аспан сферасында, көріп тұрғандай, аспан сферасында біз центрде тұрмыз, яғни біз центрде орналасқанбыз, және біздің қақ төбеміз ол бізде зенитті береді, дәл астымыз нәдерді береді, солтүстік және оңтүстік нүктелер бар деп қарастырамыз. Шын мәнінде келгенде біз былай тұрған сияқты боламыз. Өйткені біздің көзіміз ол аспан сферасының центрі болды. Біздің көретін көзіміз. Міне, мынау бізде көкжиек жазықтығы болады. Және мынау бізде зенит, нәдер деген сияқты болады. Бірақ та жұлдыздардың бәрі бірдей еңкеюмен айналғанымен бізде бір ғана жұлдыз ол аспан сферасында қандай да бір еңкеулер арасында қозғалып тұрады екен. Ол жаңа біздің айтып кеткен күніміз болып табылады, және күннің жазықтығына жердің қандай да бір бұрышпен айнала қозғалғанының әсері болып табылады. Ол аспан сферасында мініп жазылып тұрған эклиптика жазықтығымен қозғалады екен. Енді эклиптика жазықтығы мына бір моментте жазғы тоқырау, мына бір моментте қысқы тоқырау, мына бір моментте көктемгі күн мен түн теңелу, және мына бір моментте күзгі күн мен түннің теңелуіне келіп салады. Оларды біз былай айтамыз. Эклиптика. Ал мына біздің жаңағы айтып отырған экваторымыз болып табылады. Енді эклиптика мына бұрыш, мына екеуінің арасында бұрыш, яғни мына бұрышымыз біздің осы еңкею, яғни күннің еңкеюі болып табылады. Еңкею күндікі. Күннің еңкеюі бізде былай белгіленеді, және ол жер күннің жазықтығына 66 градус 33 минутпен еңкейгендіктен аспан сферасында күн 90-дан алыстаса 23 градус 27 минутпен еңкейіп қозғалады екен. Ол дәл мына бір аралықта жатқан бұрышымыз болып табылады. Енді біздің аспан сферасында кез келген бір жұлдызды таңдап аламыз, және сол жұлдыздың екінші экваторлық координаттарын анықтаймыз. Давайте мына бір жерден жұлдызды таңдап алайық. Және осының
екінші экватор координаттар жүйесін анықтау. Ол үшін P штрихті қосатын шырақ арқылы өтетін жарты шеңберді ұстаймыз. Жарты шеңберді сызу. Аспан экваторынан бастап, сол шыраққа дейін қашықтық бізде еңкеюді береді. Ал полюстен бастап, сол шыраққа дейін қашықтық бізде полюсті қашықтықты береді. Алайда бізде үшінші координаттар бар. Екінші экватор координаттар жүйесіндегі үшінші координат ол тік шарықтау болып табылады. Тік шарықтау дегеніміз көктемгі күн мен түннің теңелу нүктесінен бастап, мынау жаңағы салынған сағаттық шеңбер деп аталады. Үлкен жарты шеңбердің аспан экватор мен қиылысқан нүктесіне дейін қашықтық ол бізде тік шарықтау болып табылады. Яғни ол мына бір бұрышты береді. Ол альфа деген әріппен белгіленеді. Енді олар қандай мәндерді қабылдайды? Соған тоқтала кетейік. Бізде еңкею қандай мәндерді қабылдайды? Ол -90 мен 90 градус аралығындағы мәнді қабылдайды екен. Ол қалай? Ол экватор жазықтығынан жоғары жатқан жұлдыздар үшін оң мәнді қабылдайды, экватор жазықтығынан төмен жатқан жұлдыздар үшін ол теріс мәнді қабылдайды екен. Екінші, полюстік қашықтық ол бізде 0 градус пен 180 градус аралығындағы мәнді қабылдайды. Яғни полюстен бастап кез келген бағытта полюстің оңтүстік полюске дейін қашықтық ол бізде 180 градус. Сонда 0 градустан 180 градус аралығындағы қабылдайды. Ал тік шарықтау дегеніміз ол 0 градустан 360 градус аралығындағы мәнді қабылдайды. Яғни мына жерде көріп тұрғандай көктемгі күн мен түн теңелу нүктесінен бастап экватор жазықтығы бойымен мына жерде 90 градусты қабылдайды, ары қарай мына жерде 180 болады, ары қарай мына жерде 270 және айналып келген ақша 360 градусты қабылдайды екен. Міне осылайша біздің екінші экваторлық координаттар жүйесін түсінсек болады. Айта кету керек, мына аспан сферасы бұл дәл Алматы үшін салынған болатын және Алматының географиялық ендігі плюс 43 градус. 43 градус үшін мына жерде шамамен 45 градус болып тұр. Шамамен 43-45 градус Алматы үшін салынған аспан сферасы. Осылайша бізде күннің бір жылдағы қозғалысының әсерінен жыл мезгілдерінің ауысуы болады. Яғни ең ұзақ түн, ең ұзақ күн және күн мен түннің теңелу уақыттары. Ең ұзақ күн болған уақыт ол 22 маусымға тура келеді, оны жазғы тоқырау деп атайды. Ең ұзақ түн ол 22 желтоқсанға тура келеді және ол ең ұзақ түн болады, яғни қысқы тоқырау деп аталады және 22 наурыз және 22 қыркүйек олар бізде теңелу күндері болып табылады. Мына жерде көріп тұрғанымыздай жазғы тоқырау, күзгі теңелу, қысқы тоқырау және көктемгі теңелу деп аталады. Тағы да біздің күннің еңкеюіне байланысты жер бетінде түрліше құбылыстар болады. Соның бір қызықтыларының бірі ол полярлық түндер мен полярлық күндер болып табылады. Және біз білетін тағы да ақ түндер деген ұғым бар, ақ түндер деген құбылыс бар, олардың бәрі өте қызықты болып табылады екен. Әрине олардың бәрі жердің күн экватор жазықтығына белгілі бір бұрыштың айнала қозғалғандығынан болады екен. Енді біз солардың ең қызықтарының бірі полярлық түндер мен полярлық күндерге тоқтала кетейік. Ол үшін біз аспан сферасын жер полюсі үшін сызайық. Жер полюсінде, яғни
жер полюсінде тұрған адам үшін аспан сферасын саламыз. Ол кезде бізде геометриялық кеңдік 90 градус болады екен. Ол үшін аспан сферасын саламыз. Міне бізде көріп тұрғандай зенит, надир, солтүстік, оңтүстік нүктелер болып табылады. Мынау тұрған бізде көкжиек жазықтығы, ал мынау тұрған бізде ілме сызығы болып табылады. Енді 90 градус болатын болса, ол мына мен мынаның аралығында жатқан бұрыш, ол кезде әлем осы, яғни P штрих және Q штрих. Мына жерде көрінбей қалды сіздерге. Ішіне сала саламын. Оңтүстік нүкте және Q штрих. Осы нүктелер бізде беттесіп кетеді, яғни экватор жазықтығымен математикалық көкжиек беттесіп кетті, ілме сызығымен әлем осы екеуі беттесіп кеткенін көріп тұрсыздар. Енді бізде күннің бір жылдық тәуліктік қозғалысын қараймыз. Яғни бір тәулік қалай қозғалады және ол солай бір жылдың ішінде қалай қозғалатынын қараймыз. Біз бағана айттық, күннің еңкеюі, яғни эклиптика ол плюс-минус 23 градус 27 минут аралығында өзгереді айтқан боламыз. Ол кезде мына бір нүкте және мына бір нүктеге тұрады. Ол плюс 23 градус 27 минут болған жағдайда. Ал тағы да бір екі нүкте ол мына нүкте және мына нүктеге тұрады. Олар минус 23 градус 27 минут болғандарына тура келеді. Яғни айта кететін болсақ, мына бір моментте қысқы тоқырау кезде, мына бір екі момент ол жазғы тоқырау кезде болады. Ал көктемгі күн мен түннің теңелуі болған уақытта күн аспан экваторы бойымен бір күн қозғалатын уақытында. Енді қараймыз, жазғы тоқырау болған уақытта күн аспан сферасында бір рет былай қозғалады. Яғни солтүстік полюсте тұрған адам үшін күн бір рет қозғалды. Естеріңізде болса, алдыңғы лекцияларда біз айтқан болатынбыз, егер де шырақ математикалық көкжиекті қиып өтетін болса, онда ондай шырақтар бататын болады. Ал сіздер көріп тұрғандай, мына жерде қиып өтіп тұрған жоқ, және бұл ешқандай бататын болып тұрған жоқ. Яғни 24 сағат бойы сол солтүстікте тұрған адам үшін күн шығып тұр. Бұл бір күн өтті. Келесі күн қандай болады? Келесі күн өтті, ол кішкене былай қозғалады. Келесі күні тағы да кішкене қозғалады. Бірақ қарап тұрсаңыздар, әлі не болса, көкжиектен жоғары жатыр, күндіз болып жатыр. Солай қозғала келе, экватордың бойында бір күн қозғалып қалады екен. Енді 3 ай өткеннен кейін қозғалды. Одан кейін солтүстік полюсте тұрған адам үшін күн горизонтта бір рет қозғалды дағы, ертесі күні батып кетті. Одан күн шығып тұрған жоқ, қараңғы болды. Солай 3 ай қозғалады дағы, қысқы тоқырауға келді. Қысқы тоқыраудан кейін қайтадан артқа қарай 3 ай қозғалып көтеріледі. Желтоқсан және көктемгі болды. Көктемгі болған уақытта мына жерде тұрған адам үшін күн горизонттан шығып жатқан болып бір күн қозғалды. Дағы ал 3 ай бойы қараңғы төмен түсіп, 3 ай бойы қайтадан көтерілді. Яғни 6 ай бойы қараңғы түн болды. Оның қайтадан түн деп атайды. Енді 3 айға көтеріледі, 22 маусымға дейін көтерілді. 22 маусымда бір рет айналады, одан кейін қайтадан 3 ай төмен түседі, 22 қыркүйекке дейін. Солай тағы бір түскен уақытта 3 ай көтерілді, 3 ай түсті. Сонымен 6 ай күндіз болады. Міне осындай қызықты жағдай 6 ай түн және 6 ай күн болатын полюсте тұрған адамдар үшін өте қызықты құбылыс болады. Полюске жақын тұрған адамдар үшін ондай күндердің саны және түндердің саны азая бастайды. Яғни 6 ай емес, 5 ай, 3 ай, 4 ай және одан да төмен бола бастайды. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.